дәрісімізді бастаймыз. Саламатсыздар ма? Білім беру мазмұны оқу үдерісінің негізгі компоненті. Мұғалімнің оқу іс-әрекетінің инновациялық құралдары мен формалары деп аталады. Лекцияны оқыту нәтижелері: бірінші, білім беру мазмұнының мәнін, құрылымын және рөлін түсінеді. Мұғалім оқу іс-әрекетінің инновациялық құралдар мен формалары туралы білім алады. Оқу үдерісінде заманауи әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы білім сапасын арттыру жолдарын анықтайды. Жалпы, білім беру мазмұны оқу үдерісінің негізгі компоненті ретінде. Білім беру мазмұны оқушыға білім, білік, дағды, құндылықтарды меңгеруге бағытталған оқу материалының жиынтығы. Ол қоғам сұранысына, ғылым мен техниканың дамуына сай үнемі жаңарып отырады. Заманауи білім беру мазмұнын тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Екінші, білім беру мазмұнының құрамды бөліктері: білім, ғылыми фактілер, ұғымдар, заңдылықтар, білім және дағды қолдану, талдау, бағалау, құндылықты бағдарлау, тәрбиелік бағыт. Мектеп, метапәндік нәтижелері: ойлау, коммуникация, зерттеу дағдылары. Мұғалімнің оқу іс-әрекетіндегі инновациялық құралдар: ақпараттық коммуникациялық технологиялар, цифрлы білім беру ресурстары, онлайн симуляциялық виртуалды зертханалар, интерактивті тақталар, сандық құралдар болып табылады. Мұғалімнің жұмысының инновациялық формаларына мыналар жатады: жобалы оқыту, саралап оқыту, дамытушы оқыту, кері байланысқа негізделген оқыту және клиптік класс, аударылған сынып, STEM, кейс стади әдістері. Оқу үдерісінің инновациялық тәсілдерін қолданудың маңыздылығы: бірінші, оқушының танымдық белсенділігін арттырады, өз бетінше ізденуге баулиды, уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Оқу мазмұнын меңгеруді жеңілдетеді. Қазіргі еңбек нарығында сай құзыреттіліктерді дамытады. Білімнің мазмұны туралы ұғым: ол әрбір мектеп реформасының негізіне жатады. Ол реформалар тек қана жергілікті факторлардың ықпалымен ғана емес, сонымен қатар халықаралық ықпалмен жүреді. Білім мазмұны балалардың нені оқу керек екендігін сұраққа жауап береді. Білім берудің мазмұнының теориялық мәселесі: оны іріктеу жолдарын Краевский, Лернер, Ленев, Скаткиндер зерттеген. Лернердің анықтамасы бойынша білімнің мазмұны дегеніміз оқушыға берілетін білім, іскерлік, дағды жүйесі, шығармашылық іс-әрекет, эмоциялық қарым-қатынас тәжірибесі. Ең бастысы, білімнің мазмұны жеке тұлғаны жан-жақты үйлесімді дамыту керек. Білім құрылымының 4 бөліктен тұрады. Білім жалпы білімнің мазмұны негізгі элементі болмысты тану, табиғат, қоғам және ой заңдарын ашу нәтижесі. Әлеуметтік тарихи тәжірибе процесінде адамдардың жинаған тәжірибесі. Білім мазмұнының түрлеріне күнделікті болмыс туралы негізгі ұғымдар, терминдер және ғылыми білімдер кіреді. Екінші, көзқарастарды дәлелдеуге керекті күнделікті өмірден және ғылымнан алынған фактілер. Үшінші, болмыстың әртүрлі объектілері мен құбылыстар арасындағы байланыстарды көрсететін ғылымның негізгі заңдары. Белгілі бір объектілер, олардың арасындағы байланыс туралы ғылыми білімдер. Ғылыми іс-әрекет тәсілдері, таным әрекеттері, ғылыми білім алу тарихы туралы білімдер. Әртүрлі өмір құбылыстары, бағалау нормалар туралы білімдер. Білім әлеуметтік тәжірибенің бірінші элементі болса, екінші элементі әлеуметтік тәжірибедегі іс-әрекет тәсілдерін оқушыға үйрету. Білімді қолдану, дағдыландыру. Дәлірек айтсақ, адамзат жасаған іскерлік пен дағдыларды меңгерту болып табылады. Ақыл-ой іскерліктер мен оқу іскерліктеріне конспектлеу, аннотация жасау, оқулықпен сөздікпен жұмыстары жатады. Сонымен білім мазмұнының тәжірибелік бөлігінде нақты іс-әрекет жасауға мүмкіндік береді. Жастардың мәдениетті сақтау қабілетін жетілдіретін көркемөнер, еңбек, қарым-қатынас, іс-әрекет түрлері де бар. Танымдық іс-әрекет оқушының ой өрісін кеңейтіп, дүниені танудың маңызды құралдарының бірі. Білім алуға, өздігінен білім алуға ынталандыру, ақыл-ойды дамуына, ғылыми білімдерді жүйелі меңгеруге көмектеседі. Еңбек іс-әрекеті материалдарды заттар жасауға, оларды сақтауға, көбейтуге бағытталған. Түрлері: өзін-өзіне қызмет ету, қоғамдық пайдалы, өнімді еңбек жасау.
Көркем өнер іс-әрекет эстетикалық дүниетанымды дамытып, әдемілік сұранысты туғызып, әдемі ойлауға үйретіп, нәзік сезімге бөлейді. Білімнің үшінші элементі шығармашылық жұмыс тәжірибесі. Дайын білімдерді хабарлау, жаттығуларды орындау, үлгіге қарап жұмыс істеумен шектелмейді. Шығармашылық жұмысқа оқушыны іздендіру керек, оған талап қою керек, оларға жобаға араластыруымыз қажет. Және эксперимент арқылы олардың нақты қол жеткізуге болатын әдістер арқылы іс-әрекетті балаға дағды қалыптастыруымыз шарт. Білім беру мазмұнының және жеке тұлғаның негізгі мәдениетінің барлық бөліктері бір-бірімен байланысты. Білімсіз іскерлік болмайды. Шығармашылық іс-әрекет белгілі бір білім мен іскерліктерге сүйене атқарылады. Мотивсіз сезім, ерік-жігерсіз оқыту дұрыс жолға қойылмайды. Жалпы политехникалық еңбек және кәсіптік білім беру іске асырылатын білім беру бағдарламаларының сипатына қарай білім беру жалпы және кәсіптік білім беру болып бөлінеді. Жалпы білім беру ғылым негіздерінің оқушылардың меңгеруі және нәтижесі. Жалпы білімнің мазмұны оқу пәндерінің үш түрі енеді. Олар ғылыми, жаратылыс, гуманитарлық, еңбек және дайындығы, дене дайындығы. Мені көріп отырсыздар, жалпы алған кезде гуманитарлық білімдер, тарих, әдебиет, саз, ән, бейнелеу өнерлері баланың дамуына үлкен ықпал тигізеді. Жалпы білім политехникалық кәсіптік білімнің негізгі, олармен тығыз байланыста болады. Политехникалық білім арқылы бала қазіргі өндіріс негіздерін зерделейді, еңбек құралдарымен жұмыс істеуге үйренеді, еңбекке, қазіргі техникаға, ғылымға қызығушылығы артады. Стандарт дегеніміз ол не? Үлгі. Білім мазмұнының негізі. Білімнің мазмұны стандарттарға жазылған, талаптарға сай жасалған. Стандартты оны өзгертуге болмайды. Ол мемлекет бекітеді. Стандартта оқушы меңгеруі тиіс білім, іскерлік дағдылар көлемі, оқушының дайындығына қойылатын талаптар белгіленеді. Заңға сәйкес барлығы жасалады. Жалпы стандарт арқылы біз баланың дамуына, оның дағдыларының қалыптасуына іс-әрекет барысында қол жеткізе аламыз. Білім мазмұнын анықтау кезінде ұлттық аймақтық ерекшеліктер ескеріледі. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептің бастауыш білім стандарттарының өзінде де жалпы балалардың, мысалы, солтүстікте өмір сүріп жатқан балаларды, олардың программаларында, мысалы балабақшаларында шанамен, конькимен, сырғанау деген болатын болса, мысалы жылы жақта өсіп жатқан балаларда ол климатына сай, олардың климаты өзінің табиғаты ескеріліп отыру керек. Оқу жоспары тиісті білім беру деңгейінде оқу пәндерінің тізбегі көлемі. Жалпы жас маман ретінде ертең мектепке барған кезде қолдарыңызда ұстап отыратын сізде не болу керек? Ол стандарт болу керек. Стандарттың қайдан шыққанын, стандарттың негізінде біз оқу жоспары жасалатын, оқу жоспарда не болатын, оқу жоспарына не алуға болады деген кезде олардың пәні, оның сағат көлемі, қай семестрде өтілу керек екендігін көрсетсе, оқу бағдарламаларында сол пән туралы нақты мағлұмат берілетін. Және оқу құралы дегеніміз не? Оқу құралы дегеніміз жалпы алған кезде сол сыныпқа байланысты, сол пәнге байланысты негізгі оқулық болып табылады. Жаңағы оқулық. Ал оқу құралы дегеніміз соған қосымша ретінде берілетін әдістемелік құрал деп танысақ болады. Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік, экономика, физика, математика, биология, химия, техника, технология, басқа бағыттарда оқушылар өздерінің танымдық қызығушылықтары мен қабілетіне қарай таңдап, оларды жалпы алған кезде 9 және 11 сыныптарда болашақ маман ретінде өздерінің қалай көргісі келетіндігін осы пәндерді оқу барысында өздерін анықтай алады. Егер де бала жалпы жақсы көретін болса, сол пәнді жақсы көретін болса, вариативті тақырыптар арқылы баланың ары қарай дамытуымызға болады екен. Бұл жерде сіздерде жалпы көрсетілген кезде стандартта алған негізгі дүниелерді көрсетіп отырмыз. Осы стандартта берілген пәндер, олар қалай әсер ететіндігі туралы көрсетілген мемлекеттік стандартта. Оқу жоспары әзірлеу кезінде білім беру ұйымдарының құқықтары бар.
ол өздерінің жалпы құқықтарын, талаптарын ескеру керек екенін өздері сұраныс хат арқылы олар 15%-ға дейін өздеріне жаққа бұрып жасауына рұқсат беріліп отырады. Жалпы білім беретін мектептің оқу пәнінің бағдарламасы оқушылар меңгеруі тиіс негізгі білім іскерлік дағдылардың көлемі белгіленген мемлекет құжат болып табылады. Бағдарламалық түрлері типті жұмыс, авторлық оқу және қазіргі кездегі шебер ұстаздардың өздері авторлық бағдарлама арқылы балаларды дамытуға көп көңіл бөліп отыр. Бағдарламаның бөліктері жалпы мақсаты, оқушылардың білім, білік және дағдыларына қойылатын негізгі талаптарды орындайды. Зерделенетін материалдардың тақырыбы, оның мазмұны, жекелеген сұрақтар, мазмұнның негізгі бөліктерінің тізімі, пәнаралық байланыстар, оқу жабдықтары, ұсынылатын әдебиеттері. Жалпы осы қазір оқу бағдарламаның өте маңызды екі қызметі бар, ол тәрбиелік және ұйымдастырушылық. Пәндік бағдарламалардың бір-бірімен байланысы, біріктірілген бағдарламалық дүние туралы барлық ғылыми білімдерді зерделеуге, баланың болмыс құбылыстары туралы көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі. Ұйымдастырушылық мұғалімнің жұмыс ұйымдастырып, оған әдістемелік көмек беруі тиіс. Мектеп оқулық ақпараттың қызметінде Зуев анықтады. Оқулық ақпараттық қызмет атқарады. Балады керекті мәліметтермен қаруландырады. Міне көріп отырсыздар. Демек, осы пәнге байланысты негізгі оқулық жазылады екен. Оқыту қызмет арқылы баланы өздігінен білім алуға, әдебиетпен жұмыс істеуге, талдап, зертханалық жасауға үйретеді оқу қызметінің өзі. Оқыту процесінің басты маңызды бөлігі оқулықтармен жұмыс істеу. Оны түсіндірумен зертханалық тәжірибелік жұмыстар қатар жүргізіледі. Зуевтың жалпы мәтінмен жұмыс істеу барысында көмекші құрал ретінде оқулықпен жұмыс істеу керек. Оларды жаңа сұрақтармен, тапсырмалармен, жаттығулармен қаруландыру керек екен. Олардағы кітаптың бойындағы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты иллюстрациялардың болуы, көрнекілік, олардың бояуларының ашық болуы, балалардың жас деңгейлеріне сай болуы. Жалпы алған кезде оқу бағдарламалары, оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік құралдар, олардың барлығы баланы ғылыми тұрғыдан дамыту керек екендігі, баланың бойында дағды, іскерлік қалыптастыру керек, баланың бойында құзыреттілік қалыптастыруға жұмыс атқаратынын біз білуіміз керек. Сонымен оқу пәндерінің бағдарламалар, оқулықтар білім мазмұнындағы маңызды элементтер болып табылады. Олар оқыту процесінің ұйымдастырудың маңызды бөлігі болып табылады. Бағдарламалар мен оқулықтарда оқушыларға берілу керек білім, іскерлік дағдылардың мөлшері белгіленген, оларды меңгеру баланың жеке тұлғасын қалыптастырады. Жалпы елімізде бастауыш сыныптарда болсын, жалпы мектепке дейінгі балабақшаларда болсын, республикалық қазіргі кезде қазақстандық өзіміздің авторлық бағдарламаларымыз жеткілікті деп айтуымызға болады. Жаңа оқулықтар жылдан жылға көбейіп отыр. Осы әр кітаптың мазмұны негізінен ғылымилыққа, баланың жас ерекшеліктерін ескере отырып, пәнаралық байланыстар арқылы ол оқулықтар жазылады, балаларға ұсынылады. Бірақ бала осы кітапты дұрыс таңдау керек, балаға кітап қызығушылық әкелу керек. Ол зерттеу барысында өзінің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап ала алу керек екен. Бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар. Келесі кездескенше.